33 хадис. Күйеуіне жапа шектірген әйелдің халі. Муаз бин Жабалдан, Алла оған разы болсын, риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, былай деген: қандай да бір әйел күйеуіне жапа шектірсе, ол еркектің хурилерінің бірі, жұмақтағы әйелі, сол әйелге: Аллах сенің жаныңды алсын, ол адамға тиісуші болма, ол сенің жаныңдағы қонағың, әлі сенен айырылып бізге қауышады дейді. Хадиске түсініктеме. Арабша хурулайн сөзі ақ болса аппақ, қара болса қап-қара сөзді көз әйелдер деген мағынаға келеді. Жұмақта ер кісілерге берілетін жұмақтық әйелдер, ол Аллахтың ер кісілерге деген сыйы. Бұл хадис әйел кісінің күйеуіне жөн-жосықсыз тиісуіне жол бермеу мақсатымен айтылған. Егерде күйеуі сараңдық танытып, егер қажетті заттарды алмайтын болса, оның мұндай жағымсыз әрекетінен арылу мақсатында намысына тиерлік сөз айтар болса, онда тұрған ештеңе жоқ. Хуридың ол сенің жанындағы қонағың деген сөзінің мағынасы ол дүниеде сенің жаныңда уақытша тұрақтайды дегенді білдіреді. Сондықтан да ол қонақ болып саналады. Сен оның шынайы жұбайы емессің. Оның шынайы әрі нағыз жұбайы жұмақтағы оны күтетін бізбіз. Жақында сенен айырылып бізге келеді. Демек, қор қыздарының мұндай сөзіне ұшырамау үшін әйел кісілер күйеуіне жапа беруден сақтанғандары жөн. Негізінде адамның адамға жапа беруі ислам әдебіне жат нәрсе. Сүйікті пайғамбарымыз, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, өз үмбетін мұндай жаман әдеттен сақтандыра отырып былай деген: мұсылмандарға жапа бермеңдер, олардың көңілдерін қалдырып, қателіктерін бетіне баспаңдар. Адамдарға қиянат жасауды әдетке айналдырған адам қанша жерден діндар болса да қиретте азапқа ұшырайды. Пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, сахабаларға: шығынға ұшыраған адамның кім екенін білесіңдер ме деп сұраған. Олар: о Аллахтың елшісі, біздің ойымызша шығынға ұшыраған адам қалтасында бір тиыны жоқ, мал мүлкінің бәрінен жұрдай болған адам деп жауап қайырады. Сонда пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын: нағыз махрум адам қиямет күні намаз оқыған, ораза тұтқан және зекетін берген адам. Бірақ ол әркімді бір жамандап, әркімді жеңіл жүріспен мүлкіне қол сұғып, адамдарды мазалап, тыныштық бермеген адам. Ол жинаған сауабының барлығын жұрттарға таратып береді. Егерде есепке тартылмай тұрып сауабының барлығы таусылып, олардың күнәларының барлығын мойнына алар болса, тозаққа барады деген. Мұсылманның өзгеге қиянат жасауы қаншалықты күнә екенін өзіңіз ойлай беріңіз. Өйткені әйел адам алдымен Аллах тағаланың әміріне бас июге міндетті болса, екінші кезекте күйеуінің көңілін табуға міндет. 34 хадис. Азил, баланы алдырып тастау. Әбу Саид әл-Худри, Алла оған разы болсын, былай деген: Хунайн соғысында күндерді құтқарған болатынбыз, фидия алып босатамыз деп ойладық. Өйткені оларды жүкті қылып жібергіміз келмеді. Хазіреті пайғамбардан, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, Азил жайлы сұрадық. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын: дұрыс деп шешкендеріңді істеңдер, Аллахтың қалауы болады. Әрбір мәниден бала болмайды. Аллахтың қалауы болады. Әрбір мәниден, спермадан бала болмайды деді. Хадиске түсініктеме. Азил жыныстық қатынас кезінде сперманы сыртқа шығару дегенді білдіреді. Мұндай істің ерікті екендігі жайлы ғалымдар әртүрлі көзқарас айтады. Хазіреті пайғамбардан, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, сұрағанда нақты жауап бермеген. Ислам құқықтанушыларының кейбірі әзілге рұқсат десе де, ондай істің жағымсыз екендігін айтқан. Сахабалардан жеткен деректерде Хазіреті пайғамбардың, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, кезінде әзел жасайтынбыз, бірақ мәни көрінбейтін деген сөзі бар. Сонда да кейбіреулер мұндай іске әйелдің көңілі разы болса рұқсат етіледі дейді. Әзел ұрпақтың көбеюіне кедергі болады. Мұндай іс исламға жат. Сондықтан Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын: үйленіңдер, көбейіңдер, нәсіл таратыңдар. Мен сендердің көптіктерің мен басқа үмбеттер қасында мақтанамын деп үмбетінің көбеюіне ақыл берген. 35 хадис. 2 рет тұрмыс құрған әйелдің жұмақта қайсы күйеуімен бірге болатыны жайлы. Хазіреті Айша, Алла оған разы болсын, анамыз риуаят еткен хадисте Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, былай деген: әйел жұмақта дүниеде некелескен соңғы күйеуінікі болады. Хадиске түсініктеме. Мұсылман болып өлген әйелдердің жұмаққа кіріп, мұсылман болып өлген күйеулермен бірге болатыны біздерге хадистер арқылы жеткен. Сондай-ақ мұсылман ерлерге хурилер берілетіндігі
тағы бар. Өлім немесе ажырасудың себебімен бірнеше рет тұрмысқа шыққан әйелдің қайсы күйеумен бірге болатындығы бізге беймәлім. Бірақ білгіміз келетін жайт, бұл жайлы екі түрлі дерек бар. Біріншісі, жоғарыдағы хадисте айтылғандай, ол соңғы күйеумен бірге болады делінген. Екіншісі, Умму Хабибаның риуаят еткен хадисінде әдепті, мінезі тамаша күйеумен болады делінген. Ибн Хажар әл-Хайтами әл-Фатуа хадисі атты кітабында осы екі түрлі хадисті былайша байланыстырады. Өлім немесе ажырасудың себебімен әйел адам ешкіммен некелеспеген кезінде дүние салар болса, әдепті күйеумен бірге болады. Некелескен күйеумен бірге тұрғанда дүние салар болса, ондай жағдайда соңғы некелескен күйеумен бірге болады. Байхақи былай дейді: міне сондықтан да мұсылмандарға Хазіреті пайғамбардың Алланың оған игілігімен сәлем болсын, ханымдармен үйлену арам болған. Өйткені олар жұмақта Хазіреті пайғамбардың Алланың оған игілігімен сәлем болсын ханымы болады. 36-шы хадис. Қиыншылықтан құтылудың жолы. Абдуллах бин Аббастан, Алла оған разы болсын, риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлем болсын былай деген: кімде-кім үнемі кешірім сұрар болса, Аллах тағала оған әрбір қиыншылықтан құтылатын жол әрі әртүрлі қайғы мұңнан құтылатын жақсылық нәсіп етеді. Хадиске түсініктеме: бұл дүние мұсылман үшін сыналатын жер болып есептеледі. Әрбір мұсылман міндетті түрде қиыншылықтармен қоса сыналады. Бұл жайлы Хазіреті пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлем болсын дүниенің қызыққа толы екендігі күмәнсіз. Аллах адам баласын жер бетінде халифа болсын деп жаратқан. Ол сендер не істейтіндеріңе қарайды. Олай болса дүниеде сақтанып жүріңдер деген. Ал Құранда ол сондай Аллах ізгі іс жүзінде қайсыларын жақсы сынау үшін өлім мен тіршілікті жаратқан. Мұсылман көбінесе қолындағысына шүкір етумен, қиыншылық пен қайғыға сабыр етумен сыналады. Мұны Құранда былайша баяндайды: кім Аллахқа көркем қарыз берсе, Аллах жолында ықылас пен мал жұмсасын, сонда Аллах ол үшін көптеген есе арттырып береді. Аллах тарылтады да кеңітеді. Әрі ол жаққа қайтарыласыңдар. Адамзат баласының қиыншылықтан арылу жолын Хазіреті пайғамбардан Алланың оған игілігімен сәлем болсын бастап барша ғалымдар Аллахтан кешірім сұрау екендігін айтқан. Мәселен, Хасан Басриге бір кісі келіп, мен ашпын деп шағымданыпты. Енді біреуі келіп, кедеймін, ал тағы біреуі сәби көргім келеді депті. Шағымданып келгендердің барлығына Аллахтан кешірім сұраңдар деп өсиет айтыпты. Неге сен барлығына бұлай жауап бердің? Олардың дерттері бірдей емес қой деп сұрағандарға ол мына аятты оқыпты: әрі өздеріңді малдар, балалармен қамдайды, және сендер үшін бау-бақшалар жасап өзендер ағызады. Аллахтың ұлықтығын ойламайтын сендерге не болды? Хазіреті пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлем болсын хадистерінің бірінде күн сайын 70-тен көп кешірім сұрап Аллахқа жалбарынатынын айтқан. Тағы бір хадисінде кешірім сұраудың маңыздылығын былайша жеткізген: шынымды айтсам, кейде жүрегімді қапылдық жайлайды, бірақ мен күнде Аллахқа 100 рет тәубе етіп кешірім сұраймын. Бұл хадисті ислам ғұламалары әртүрлі жорамалдайды. Хазіреті пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлем болсын Аллахтан бір сәт ұзақ болуды үлкен ағаттық деп санап, сол үшін кешірім сұраған дейді. Енді біреулері үмбетінің жағдайын ойлағандығы деп түсіндіреді. Яғни өзінен кейінгі үмбетінің халіне жаны ашып, олар үшін кешірім сұраған. Хазіреті пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлем болсын пайғамбар бола тұра күн сайын 70-тен көп кешірім сұраған болса, қарапайым адамның күн сайын қанша рет кешірім сұрау керектігін өзіңіз ойлап көріңіз. Көбірек кешірім сұрау дүниедегі қиыншылықтан құтқарып қана қоймай, ақыретте мәңгі бақытқа жеткізетінін де естен шығармаған дұрыс. Хазіреті Али, Алла оған разы болсын, Аллах кімге кешірім сұрауды нәсіп етер болса, оны тозаққа тастамайды деген. Хазіреті пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлем болсын амал-дәптерінде кешірім көп сұраған құлға сүйінші деп мұндай амалды әдетке айналдырғандардың ақыретте молшылыққа кенелетінін білдірген.